Облыс тұрғындары Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметінің өткеру тәртібін жеделдетіру, құқық қорғау органдарының арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің және әскери қызметкерлерінің құқықтық және әлеуметтік қорғалу мен жауаптылығын арттыру, ведомствоаралық үйлестіру, ішкі істер органдарының дербестігі, жекеленген қылмыстық құқық бұзушылықтың жауаптылығын күшейту және қару айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасының 11 шілде 22 жылғы заңына сәйкес Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 379 бабы, яғни билік өкіліне бағынбау, өзгеріске дейін бір бөліктен тұрса өзгерістің екі бөлікке бөлініп, санкциясы 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруға күшейтілді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 380 бабы, яғни билік өкіліне қатысты қорқыту немесе оған қарсы күш көрсету әрекеттері бұған дейін 3 бөліктен тұрса өзгерістен кейін 6 бөлімге бөлініп, санкциясы 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күшейтілген туралы хабарланады.